Кімде-кім бұл халықтың ашық қалбін, әсірлік арзу әрманларын, ұмтылысларын білмекші, аңлап жетпекші болса, оның ақыл закаваты менен жаратылған қырқыз һәм шәрияр кібі өлмес тастанларға, Күнқожа, Әжінияз һәм Бердақ сияқты үлкен шайырлардың тәсіршең дөретпелеріне кең диққат аударса, өзі үшін көп мәні табады. Ислам Каримов. Қарақалпақлар тек Орта Азияда ғана емес, ал ұлыма дүние жүзі халықтары арасында да өзінің милли мәдениеті, дәстүрлері, үріп-әдетлері менен кескін ажыра алып тұратығын, оғада бай, рухи қадиратларға ие халық болып есептеледі. Өзінің айемгі һәм бейтакрар мәдениеті менен жаһан цивилизациясында үлкен үлес қосқан ата-бабаларымыз жүда көп түрлі жанрларда ібарат фольклор дәстүрлерін жаратқан. Бұл мәдени естеліктерге өтміштің қалдығы деген айдар тағылып, оларды халқымыздың сана сезімінен бүткілі алып таслау, сол дәуірдегі идеологияның тикарғын мақсат еді. Осының нәтижесінде көп қана рухи мирастарымыздың өз уақытта толық топлануына, жетерлі дәрежеде үйренілуіне үлкен тосылықлар болып, Қарақалпақ фольклоры тек қана 20 томмен шекленген еді. Қатағанлық жылдарында көптеген ауызекі халық дөретпелері дәуір сиясатына байланысты баспадан шығарылмай өртеп жіберілген. Ғаресіздікке еріскеннен кейін Өзбекстан Республикасы Ілімдер Академиясы Қарақалпақстан бөлімі президиумы бастығы профессор Нағымет Айымбетов фольклорымыздың толық топламларын баспадан шығаруға үкімет қарарына ерісіп, ілімпаздар алдына басты мақсат етіп қойды. 19-20 әсірлердегі латын һәм араб графикаларында жазылған халық дөретпелері түрлі себептерге көре ұзақ жылдар давамында қол жазба фондының текшелерінде жарияланбай өз мәуритлерін күтіп жатар еді. Осынша бай мирасы бір жерге топлап, системаға салу, баспаға таярлау, кітап халына келтіру жұмыстары өз-өзінен болмағаны анық. Өткен әсірдің 30 жылдарынан бастап жиналған халық ауызекі әдебиятының дүрданлалары har xil әмлада, араб, латын, кирилл әмлаларында жазылған. Көпшілігі қалеміне жазылғандықтан айрым жерлері өшіп кеткен, сиялары жайылып кеткенліктен ішші топардың алдына ауыр, машақатлы минет тұрды. Айрым дастанлардың бірнеше варианттары бар. Соларды бір-бірімен салыстырып, кеміш жерлерін толтырып барды. Дәуір сиясатына байланысты қысқартылған жерлері қайтадан өз орнын тапты. Ал ғаресіздік жылдарындағы Қарақалпақ фольклорының 100 томлығының жарық көруі
Qaraqalpaqistan ülkesindeki orun algan ülken tarihi hem siyasi vakıyalar katarından orun yerledi. Бұл 100 tomlıqta 66 dastan, 400'ge жақын ертеклер кіргізілген. Қала берсе оған қосымша аңыз әпсаналар, мифлер, жүйелі сөздер, нақыл мақаллар, шумбақлар, жаңылпашлар, ырымлар кіртілген. Көп tomlıqтың ұлыма көлемі 670 баспа табақтан ibarat. Әсіресе Қырғыз дастаны ilmpazlardan көп minnet etuvdi, hem şıdamlık bilen ülken sabır takatlı talap etti deydi Topar başçısı, filologiya ilmlerinin kandidatı Aytmurat Alniyazov. Şarkıraydı onların tumarayı, tarkaganda yer yığıttın kumarayı. Usul yazlarından kelip gülayım, dünyanın yüzünün av tüstav havarı. Haber jetkenden soň dünya yüzüne her kim aşık Gülayım'ın özüne. Ne jigitler şiirine candan keşkende, kulüp aytkan жалгыз ağız sözüne. ...2015 noyabr ayında Nöküs kalasında ülken tarihi vakıya oldu. Qaraqalpaq folklorunun 100 tomlığına arnalgan Xalq auzyeki döretüşlüğü, milli hem uluma insani qadiriyatlar sistemasında atlı xalq aralık ilmi konferensiya oldu.
Konferensiyaga qo'ng'si ellerden de ilim-paslar qatnashdi. Konferensiyaning birinchi kuni O'zbekiston Ilmiy akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Qoraqalpoq gumanitar ilmlari ilm izzetluv instituti imoratida 4 seksiyaga bo'linib plenar majlisi bo'ldi. Ikkinchi kuni xalqaro konferensiya Berdaq atınдағы teatrda o'z жұмысын davom etdi. Qaraqalpaq mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, Qaraqalpaq tarixinə, Qaraqalpaq folkloruna... Qaraqalpaq ədəbiyyatı, mədəniyyəti, dastanları, ağızeki xalq öğretmenleri oğa da bay mazmunga iyi. Mening 2007 yılı Baku'da çıkan Qaraqalpaqskaya literatura adlı kitabında ularning barlığın səvlelendiriuga hareket kıldım. Bu kitap tez arada edebiyatçılar arasına tarap köpçülükning itibarına erişdi. Azerbaycan tilindeki Qaraqalpaq edebiyatı kitabım 2015 yılı jarıqqa çıktı. Bu kitabımda men Qaraqalpaq folkloru, Qaraqalpaq dastanları, etnografiyasının filosofiyalik terin fikirlerge iyi ekenligini açıp beruge tırıştım. Bu kitapta ilim-paslar ham gumanitar fənni qiziquvchilar tarafinden o'zining yaxshi baholarını tapdı. Men sonunda aytmoqchiman, Qaraqalpaq edebiyatına, Qaraqalpaq folkloruna xizmat etuvdi aldıma maqsad etib qo'yganman. Bundan tışqari men 2015 yılı Türk Tildes Xalqlarning universitetlerinde gumanitar fakültetlerine arnaulu o'qulik programma istep chiqdim. Bu minnetimde de Qaraqalpaq eposlari, ağızeki xalq edebiyatı o'z o'rin topdi. Hazırki kunde Qaraqalpaq eposlari Azerbayjandagi jo'qori o'quv o'rinlarında, universitetlerde sistemalı türde talabalarga o'qitilib kelmekte. Qaraqalpaq ədəbiyyatı, Qaraqalpaq folkloru Azərbaycanda, ali məktəblərdə, universitetlərdə tələbələr tərəfindən sistemli və ardıcıl öyrənilir. Bir neçə əsrlərdə basıb ötüb, davr qiyinçiliklarına qaramasdan, avlatdan avlatqa o'tib kelgan bu xalq öğretmenleri insandı, vatandı suyuge, qorg'auga, adamgerchilik faziletlerini tarbiyalauda o'rni vog'ada ulkan. Babalarımızdan kalgan bu altın miras, kelişek avlatlar üçün bibaha ruhi azıq, ilimning, medeniyatning, qadriyatlarımızın sarqılmaz bulağı bolup hizmet ete beredi.